Сәлем, менің атым Сәкен. Мен үкіметтік емес ұйымдарға гранттарды ұсынатын азаматтық бастамаларды қолдау орталығының менеджерімін. Бүгін мен сіздерге біздің орталықтың гранттарын кімдердің ала алатындығы туралы айтып беремін. Алдымен орталықтың ресми сайтында гранттарды ұсыну жөніндегі конкурс жарияланады. Бұл конкурсқа үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында тіркелген қоғамдық ұйымдар қатыса алады. Ал егер сіздің ұйым тарату процесінде болса, немесе банкрот деп танылса, сондай-ақ ол мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрса, немесе оның экономикалық қызметі уақытша тоқтатылса, сіз гранттарды ұсыну конкурсына қатыса алмайсыз. Атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі бар қоғамдық ұйымдар, мүлкіне тыйым салынған, сондай-ақ құрылтайшылар бір-біріне жақын туыс болып табылатын үй-ода гранттарды ұсыну жөніндегі конкурсқа жіберілмейді. Сонымен қатар, жарғылық мақсаты мемлекеттік гранттың басым бағытына сәйкес келмейтін үкіметтік емес ұйымдардың да өтініштері қабылданбайды. Бүгінге осы. Келесі роликте мен сіздерге үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттардың түрлері туралы айтып беремін.